Барлықтарыңызға ассалауму алейкум. Бүгін осындай сочный котлеттер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен картошкамыз бен пиязымызды жуып, тазалап, бөліктерге бөлетін боламыз. Еттерімізді де ет тартқышқа сиятындай көлемде бөліп аламыз. Барлығын жақсылап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұрышын саламыз, тұзын саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Котлеттерімізді өзімізге ыңғайлы формаға келтіріп жасап аламыз. Қызып тұрған табаға майымызды құямыз. Котлеттерімізді ұнымызға ұнатып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Егер котлеттеріңіз көп болып кетсе, осылай морозильникке қатырып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта алып шығып қуыра бересіздер. Енді подливын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майда пиязымызды қуырамыз, сәбізімізді қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз, томатымызды саламыз. Жақсылап қуырып араластырып, суымызды құямыз. Қайнаған кезде үстіне котлеттерімізді орнатып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, сочный котлет болады. Котлеттеріміз дайын болды. Үстіне кесіп келген ас көк сепсеңіздер болады. Және де кез келген гарнирмен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.